Қайырлы күн достар, менің ПП рецептер каналыма қош келдіңіз. Бүгін менің ең сүйікті ватрушкамның ПП рецептін дайындаймыз. Осындай өте ыңғайлы рецепт тапқаныма қатты қуандым. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен жұмсақ сүзбеге жұмыртқа қосып, езіп араластырамыз. Ванильді құмшекер, разрыхлитель және ұн қосып араластырамыз. Қолға қатты жабыспайтындай әрі қатты құрғақ емес, домалақ шарлар дайындауға ыңғайлы масы шығуы қажет. Салмасын дайындаймыз. Жұмсақ сүзбеге ванильді құмшекер және жұмыртқаның ағын қосып араластырамыз. Пергамент қағазын төсейміз. Дайындаған масымыздан бір келке етіп 4 домалақ шар жасаймыз. Салманы салу үшін стакан немесе кесемен видеодағыдай домалақ орын жасаймыз. Жан-жағын әдемілеп дұрыстаймыз. Кесе тестіға жабысып қалмас үшін ұнға малып алуға болады. Ватрушкалар әдемі қызарып пісу үшін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Жағып болған соң ортасына салмамызды саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут қызарғанша пісіреміз. Ватрушкалар қызарып әдемі болып пісті, иісі аңқып өте дәмді болып шықты. Өте дәмді ПП ватрушкалар дайын. Бұл өте ыңғайлы рецепт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.